Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы аса ірі мөлшерде алаяқтық жасағаны үшін Өзбекстан азаматын қылмыстық жауапкершілікке тарту мақсатында Ресей Федерациясынан экстрадициялады. Күдікті 2005-2007 жылдары Алматы қаласында құрылыс компаниясында бухгалтер болып жұмыс істей отырып, жалған түбіртіктер әзірлеу арқылы үлестік құрылысқа қатысушылардың қаражатын жымқырған. Оның және басқалардың заңсыз әрекеттері нәтижесінде Алматы қаласының 80-нен астам тұрғынына 3 миллиард теңгеден астам шығын келтірілген. Күдікті қылмыс жасағаннан кейін жасырынған. Сондықтан ол халықаралық іздеуге жарияланды. Өткен жылғы желтоқсанда күдікті Ресей Федерациясының Краснодар өлкесінде ұсталды. Содан кейін бас прокуратураның сұрау салуы бойынша Қазақстанға экстрадицияланды. Қазіргі уақытта күдікті тергеу изоляторына қамалды. Аталған қылмыс үшін мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған.